Сәлеметсіздер ме, каналыма хош келдіңіз. Мен бүгін қатырлыған қант жасап көрсететін боламын, қыздар. Дәл осылай менімен бірге болыңдар, менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңді қосып кетіңдер. Алдын ала қазанымызға 1,5 кесе сүт құямыз, ас құятын кесе, қыздар. Сүттің пісуін күтеміз. Сүт осылай пісіп бастағанда үстіне қантын салатын боламыз, қыздар. Міне осылай 1 кесе қант саламыз. Ас құятын кесемен 1 кесе саламыз, қыздар. Бұл қанттың қатпай шығуы, жұмсақ болуы, бұның құпиясы осы сары майда, қыздар. Кішкене кусок май тастаймыз. Сонда қантымыз жұмсақ, қатпай шығады. Осылай түсі бұзылып, өте тамаша болып қайнайды. Ара-тұра бір бұлғап қойыңдар. Кішкене ванилин саламыз. Қаламасаңыз, салмасаңыз да болады, қыздар. Мен ванилин орех саламын. Өте тамаша болады, жұмсақ қант болады. Ауыздарыңда ерейді, қыздар. Менімен жасап көріңдер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Майда қылып орехті саламыз. Міне дәл осылай езгілеп кішкене. Міне орехіміз да даяр, оны қантымызға қосамыз. Дәл осылай міне даяр болды қантымыз. Енді тәрелкемізге кішкене сары май жағып аламыз. Асты жапысып қалмас үшін май жағып шығамыз. Сұйық май жақсаңдар да болады, қыздар. Мен осындай сары май жақтым. Қантымызды құйып, қатырып алатын боламыз. Өте тамаша, түсі де тамаша шықты, қыздар. Міне дәл осылай қантымызды қатырып аламыз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңдер, қоңыраушаны басып кетіңдер. Міне қантымыз даяр, қыздар, ас болсын. Енді бұны төңкеріп, сындырып, тәрелкеге салатын боламыз. Міне дәл осылай, міне қараңдар, жұмсақ. Қолыңыздан ұстасаңыз сынып тұр. Қантымыз қатып қалмас үшін осындай банкіге салып қойсаңыздар жақсы. Пакеттен банкі жақсы, қыздар.